Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз 5-ші тақырып стратегиялық менеджменттің негіздері. Қазіргі жаһандану және бәсекелестіктің күшею жағдайында ұйымдардың ұзақ мерзімді табысты табуы стратегиялық басқаруға тікелей байланысты. Неліктен стратегиялық менеджмент маңызды? Стратегиялық менеджмент ұйымның болашақтағы даму бағытын анықтап, сыртқы ортадағы өзгерістерге бейімделуіне мүмкіндік береді. Қазіргі динамикалық бизнес ортада компаниялар тез өзгеретін нарық жағдайларына жауап беру үшін анық стратегиялық көзқараспен жұмыс істеу керек. Стратегиялық ойлау менеджерлерге келесі мүмкіндіктерді береді. Ұзақ мерзімді бәсекелестік, артықшылық қалыптастыруға, ресурстарды тиімді пайдалану және бөлуге, нарықтық өзгерістерді болжау және оларға дайындалуға, және де ұйымның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Стратегиялық менеджмент бұл ұйымның ұзақ мерзімді мақсаттарын анықтау, сол мақсаттарға жету үшін стратегияларды әзірлеу, оларды жүзеге асыру және нәтижелерін бағалау процесі. Ол ұйымның сыртқы және ішкі ортасын кешенді талдауға негізделеді. Мақсаттарды анықтауда ұйымның қайда баратын бағытын нақты түсіну қажет. Стратегия әзірлеуде мақсаттарға жетудің жолдарын жоспарлайды. Іске асыру барысында жоспарларды нақты іс-әрекеттерге айналдырады. Ал бағалау бойынша нәтижелерді өлшеп, оларға талдау жүргізеді. Стратегиялық менеджменттің 4 негізгі мәні бар. Ол болашақты болжау, яғни стратегиялық менеджмент ұйымға алдағы тенденцияларды көруге және оларға дайындалуға мүмкіндік береді. Бұл болжамдар нарықтық өзгерістерге тез жауап беруге көмектеседі. Бәсекеге қабілеттілік мәні, яғни ұзақ мерзімді бәсекелестік артықшылықтарды анықтап, оны дамыту арқылы нарықтағы тұрақты позицияны қамтамасыз етеді. Ресурстарды бөлу, яғни қолжетімді ресурстарды стратегиялық тұрғыдан бөлу арқылы ұйымның тиімділігін арттырып, оның шығындарын оптимизациялайды. Бейімделу бойынша сыртқы орта өзгерістеріне икемді түрде бейімделу мүмкіндігін беріп, ұйымның тұрақтылығын сақтайды. Стратегиялық менеджменттің ерекшелігі бұл дәстүрлі басқарудан айырмашылығының бар болуы. Яғни бұл айырмашылықтар оның табиғатын және қолдану аясын анықтайды. Біріншіден, ұзақ мерзімді бағыттылық, яғни 3-5 немесе одан да ұзақ перспективаны қарастырады. Сыртқы орта факторлары, яғни макроэкономикалық және нарықтық өзгерістерді талдайды. Үшіншіден, белгісіздік жағдайы, яғни тәуекелмен болжамдарды басқаруды қарастырады. Төртіншіден, миссия мен құндылықтар ұйымның негізгі ұстанымдарына негізделеді. Және стратегиялық ойлау жүйелі және кешенді көзқарасты қажет етеді. Дәстүрлі стратегиялық менеджмент бұл қысқа мерзімді фокус, ішкі процестерге бағыт, тұрақты орта болжамы және реактивті әрекеттер болса дәстүрлі менеджментте. Ал стратегиялық менеджментте ол ұзақ мерзімді перспектива, сыртқы ортаға назар, өзгермелі орта дайындығы және проактивті жоспарлау. Стратегиялық менеджмент басқарудың жоғары деңгейі ретінде сипатталады және күрделі бизнес шешімдерді қабылдауға бағытталады. Ұйым миссиясы мен көрінісі. Стратегиялық менеджмент ұйым миссиясын анықтаудан басталады. Яғни миссия бұл ұйымның қоғамдағы орны мен негізгі қызметінің мәнін көрсетеді. Ұйымның миссиясы қазіргі қызметінің мәні, біз не істейміз, кімге қызмет көрсетеміз, қандай құндылықтар ұсынамыз, осы сұрақтарға жауап береді. Ал көрінісі бұл ұйымның болашақтағы қалаулы бейнесі, яғни қайда барамыз, қандай болғымыз келеді, не жетуді көздейміз, қандай өзгерістерді жасағымыз келеді. Ұйым мақсаттарының 3 деңгейі бар, ол стратегиялық, тактикалық және оперативтік. Стратегиялық 5-10 жыл, тактикалық 1-3 жылға дейін және оперативтік ол 1 жылға дейінгі мерзімді қамтиды. Барлық деңгейдегі мақсаттар бір-бірімен тығыз байланысты болуы және ұйымның жалпы стратегиясына қызмет етуі тиіс. Мақсаттар смарт критерийлеріне сәйкес келу керек, нақты, өлшенетін, қолжетімді, өзекті және мерзімді болуы қажет. Стратегиялық менеджмент процесі үздіксіз және циклді процесс болып табылады. Ол бірнеше кезеңдерден тұрады. Яғни миссия мен мақсаттар, сыртқы ортаға талдауы, бақылау мен бағалау, ішкі орта талдауы, іске асыру және стратегиялық таңдау.
процестің үздіксіздігі бұл реттік әрекет емес. Менеджмент процесінде ол үнемі жаңартылып, түзетіліп отыратын циклдік жүйе. Үздіксіз себептері сыртқы орта үнемі өзгеріп отыратындықтан жаңа мүмкіндіктер мен қауіптер пайда болуы мүмкін. Ұйымның ішкі жағдайы дамып отырады, бәсекелестер мен жаңа стратегиялар енгізіледі, нарықтық жағдайлар трансформацияланады. Сондықтан осы себептер болудың әсерінен үздіксіздік стратегиялық менеджмент процесі бір реттік әрекет емес деп саналады. Сыртқы ортаны стратегиялық талдау бойынша сыртқы орта ол ұйым қызметіне әсер ететін, бірақ ұйым бақылауынан тыс факторлар жиынтығынан тұрады. Сыртқы ортаны дұрыс талдау ұйымға мүмкіндіктер мен қауіптерді уақытылы анықтауға көмектеседі. Яғни ол экономикалық жағынан талдау сыртқы ортаны, яғни инфляция, валюта бағамы, жалпы ішкі өнім өсімі, тұтынушылық сұраныс. Екінші сыртқы ортаны талдаудың көрсеткіші ол саяси құқықтық жағынан, яғни заңнама, реттеу, салық саясаты, саяси тұрақтылық. Одан кейін әлеуметтік жағынан талдау, яғни демография, мәдениет, өмір салты, білім деңгейі. Технологиялық сыртқы ортаны талдау, инновациялар, цифрландыру және инвестициялар. Сонымен қатар бәсекелестік талдау, яғни бәсекелестерді нарықтағы үлесін, баға стратегияларын талдау. Пестел талдау әдісі бар. Бұл талдау сыртқы ортаны жүйелі түрде зерттеудің танымал құралы. Ол ұйымға макроэкономикалық және макроорта өзгерістерін толық түсінуге мүмкіндік береді. Мүмкіндіктері бұл әдістің, ол сыртқы орта талдауының мақсаты ұйым үшін мүмкіндіктерді анықтап, олардан пайда алу, сонымен қатар қауіптерді уақытылы көріп, оларға дайындалуға мүмкіндік береді. Яғни бұл Пестел талдау әдісі саяси факторларды, экономикалық факторларды, әлеуметтік факторларды, технологиялық факторларды, экологиялық факторларды және заңнамалық факторларды талдайды. Ішкі ортаны стратегиялық талдау, ішкі ортаға ұйымның ішкі ресурстары мен мүмкіндіктері, ішкі ортаны талдау ұйымның күшті және әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни кадрлық әлеуетін, қаржылық ресурстарын, өндірістік қуатын, ұйымдық құрылымын және корпоративтік мәдениетін. Кадрлық әлеуеті ол қызметкерлердің біліктілігі, тәжірибесі, ынтасы, командалық жұмыс мүмкіндіктері, ал қаржылық ресурстар ол капиталы, ақшағындары, инвестициялық мүмкіндіктері және қаржылық тұрақтылығы. Өндірістік қуаты ол жабдықтармен қамтамасыз етілуі, технологиялар, өндіріс көлемі және өнімділік деңгейі. Ұйымдық құрылымы ол басқару жүйесі, бөлімшелер арасындағы байланыс және шешім қабылдау процестері. Корпоративтік мәдениеті, яғни ұйымдық құндылықтар, нормалар, дәстүрлер және қызметкерлер арасындағы қарым-қатынас. SWOT талдау әдісі ол ішкі және сыртқы орталарды бірге қарастыратын классикалық стратегиялық құрал. Яғни күшті жақтарын анықтайды, ұйымның бәсекелік артықшылықтары, ресурстары және құзыреттерін. Әлсіз жақтар ұйымның шектеулерін, кемшіліктерін және жетіспейтін ресурстарын, мүмкіндіктері сыртқы ортадағы пайдалы тенденциялар және перспективаларды, ал қауіптері сыртқы ортадағы тәуекелдер мен кедергілерді айқындайды. Стратегия ұғымы бұл ұйымның ұзақ мерзімді мақсаттарына жетуге бағытталған іс-қимыл жоспары. Стратегия ұйымның миссиясы мен көрінісінен туындайды және нақты мақсаттарға жетудің жолдарын көрсетеді. Ол сыртқы орта мүмкіндіктерін пайдаланып, ұйымның ішкі күшті жақтарын максималды түрде қолдануға бағытталған. Стратегиялардың негізгі түрлері ол өсу стратегиясы, тұрақтылық стратегиясы, қысқарту стратегиясы және бәсекелестік стратегиясы. Өсу стратегиясы нарық үлесін кеңейту, жаңа өнімдер шығару, экспансия. Тұрақтылық стратегиясы қолданыстағы позицияларды сақтау, қолайлы жағдайларды күту. Қысқарту стратегиясы шығындарды қысқарту, тиімсіз бизнестерден шығу. Бәсекелестік стратегиялар төмен құн, дифференциация, фокустау. Стратегия таңдау ұйымның ішкі мүмкіндіктеріне, сыртқы орта жағдайына, бәсекелестік позицияға және басшылықтың көзқарасына байланысты жүзеге асырылады. Көбінесе ұйымдар бірнеше стратегияны комбинациялап қолданады.
Портердің жалпы бәсекелестік стратегиялары бар. Ол төмен құн көшбасшылығы, біріншіден өндіріс шығындарын азайту арқылы бәсекелестіктен төмен бағамен өнім ұсыну. Екінші дифференциация, бірегей және жоғары сапалы өнім немесе қызмет ұсыну арқылы бәсекелестік артықшылық жасау. Үшіншіден фокустау, яғни нарықтың белгілі бір сегментіне немесе тұтынушылар тобына шоғырлану. Портердің айтуынша, ұйым осы үш стратегияның біреуін таңдап, оған шоғырлануы керек. Екі немесе үш стратегияны бір мезгілде жүргізу ортада қалу қаупін туғызады. Стратегияны жүзеге асыру стратегиялық менеджменттің ең күрделі және маңызды кезеңдерінің бірі. Жақсы стратегия болса да, оны дұрыс іске асырмаса нәтиже болмайды. Құрылымды сәйкестендіру, яғни ұйым құрылымын стратегияға сай етіп қайта құру, ресурстарды бөлу, қажетті қаржылық, адами және материалдық ресурстарды тиімді бөлу, персоналды ынталандыру, қызметкерлерді стратегиялық мақсаттарға жетуге ынталандыру жүйесін құру, басқару жүйесін бейімдеу, яғни басқару процестерін мен жүйелерін жаңа стратегияға сәйкестендіру. Стратегияны іске асырудың сәтті бағыты ол көшбасшылық пен қолдау, коммуникация және мәдениет трансформациясы. Жоғары басшылықтың белсенді қатысуы және стратегияға адалдығы өте маңызды. Көшбасшылар өзгерістерді бастап, команданы шабыттандыру керек. Стратегияны барлық қызметкерлерге түсінікті түрде жеткізу керек және үнемі ақпараттандырып отыру қажет. Корпоративтік мәдениетті жаңа стратегияға сай етіп өзгерту ұзақ процесс, бірақ ол табысқа жетудің кілті. Стратегиялық бақылау және бағалау қабылданған стратегияның орындалуын және оның тиімділігін үнемі бағалау процесі. Бұл кезең стратегиялық менеджменттің циклін аяқтайды және жаңа циклды бастауға негіз болады. Өлшемдерді белгілеу, KPI және басқа көрсеткіштерді анықтау, ауытқуларды талдау, себептерін анықтау және бағалау, нәтижелерді салыстыру, жоспарланған мен нақтыны салыстыру, түзету шаралары, қажетті өзгерістерді жүргізу, тиімді бақылау жүйесі ұйымға стратегиядан ауытқуларды уақытылы анықтап, түзету шараларын қабылдауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.